Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқушыларым. Бүгін біз азық-түлік дүкенінде енді біз көкөністердің аттарын үйренетін боламыз. Бұл қызанақ. Бұл жерде көптеген қызанақтың түрлері бар. Мынау қияр. Бұл бізде картоп. Және де пияз. Келесі бізде асқабақ, сәбіз, қызылша. Негізі қызылшалар бізде әдетте үлкен болады. Бұл қызылшаның түрі енді біраз кішкентайлау екен. Қырыққабат. Ал бізде міне пияздың тағы да бір екінші түрі бар. Бұл қызыл пияз. Сарымсақ. Бұлар енді бізде бұрыштар. Мынау тәтті және көк бұрыш. Ал мынау қызыл бұрыш. Ал мына қызыл бұрыштың түрлері бұлар тәтті емес. Бұлар кейбіреулері ашты болуы мүмкін, кейбіреулері тәтті деп болуы мүмкін. Осымен бүгін біз көкөністердің аттарын үйрену сабағын аяқтаймыз. Әрбір көкөністің атын анық естіп үйрену үшін келесі видеоны көріңіздер. Қызанақ, қияр, картоп, пияз, асқабақ, сәбіз, қызылша, қырыққабат, қызыл пияз, сарымсақ, тәтті көк бұрыш, тәтті қызыл бұрыш, ашты қызыл бұрыш. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Менімен бірге қазақша үйренгендеріңізге үлкен рахмет. Сіздерге сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.